Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге творожный пирог дайындаймыз. Бізге толық қажет заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Қамырына бізге май, қант, жұмыртқа, қопсытқыш және ұн қажет. Жоңғар ыдысқа қантымызды, бөлме температурасындағы майды, ұнды және қопсытқышты салып жақсылап араластырасыздар. Үстіне бір жұмыртқа қосып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз қолға жабыспайды, бірақ өте жұмсақ болады. Салмасын дайындау үшін бізге қажет заттар: творог, қант және жұмыртқа. Шұңқыр ыдысқа творогты, үстінен қантты және 4 жұмыртқаны саласыздар. Барлығын блендермен жақсылап езіп аласыздар. Сол кезде біздің творогымыз өте нәзік болып шығады. Мінекей біздің творогымыз дайын. Осындай қаймақ тәріздес қоймалжың масса болады. Осындай кольцоға болмаса өздеріңізде бар форманы қолдансаңыздар болады. Кольцоның диаметрі 24. Қамырымызды алып, жақсылап біркелкі болғанға дейін жазып, түбін басып, жан-жағын көтеріп шығасыздар. Дайын қамырымыздың үстіне массамызды құйып, қызып тұрған пеште 45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісті. Суығаннан кейін формадан шешіп, ақырындап алсаңыздар болады. Пирогтың дайын болып піскенін қамырынан білсеңіздер болады. Қамыры осылай қызарып пісуі тиіс. Шай ішуге осы пирогты өзіңіздің отбасыңызға дайындап беріңіз. Егер балаңыз творогты ұнатпаса, осылай пирог ретінде ұсынсаңыз болады. Назарларыңызға рахмет, ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.